Ой, тағы да бір ұйықтап алсам ғой. Бірақ біздің енеміз рұқсат беремей десеңші. Ой, мам, сәлем берді, қалайсыз? Тұрдың ба? Обед болды. Таңертең тұрады адамсыңдар ғой. Мам, кешіріңізші, енді кеше білесіз ғой, қойшы. Не әдет сөзімді соңына дейін тыңдамайтын. Жақсы, мам, күтіңіз. Қазір тамақтан еп беремін. Назым тұрды ма? Ол баяғыда тұрған. Қайсы? Назым, тұрып алдың ба не уже? Назым. Не болды? Базар жоқ, сен де ерте тұратын болыпсың ғой. Конечно. Әдеттегідей бөлмемді безендіріп. Бөлмесін безендіреді жүреді екен. Не әдет? Ой, өзім тамағымды дайындайыншы. Алло? Сәлем, Зарина, қалайсың? Жаным, сол сені қатты сағынып кеттім ғой. О, сәлем, Назым. Хабарласпағалы көп болды ғой. Қайда жоғалып кеттің? Ой, мен саған айтуды ұмытып кетіппін ғой, абыр-сабыр болып. Ауылдамын ғой мен қазір. Ауылға не үшін кетіп қалдың? Білесің ғой, ауылда анам бар. Сен анаң қалада тұрмай ма? Ой, енем. Да, кстати. Ол жақта келіні бар ғой өзінің, сен істеп жүрсің онда? Жай қыдырып баруға, не мені осы жақта жұмыс істеп тұрсың ба? Жоқ, өзінің келіні бар ғой. Мен енді оның келіні болсам да, мына жақта енді байшықтан қыдырып жүрмін. Сол, не айтайын деп едім саған, ой, ұмытып кеттім ғой. Қысқасы, Зарина, сен бүгін боссың ба? Келіңіздер. Мам, Назым, кел отырсаңшы. Кіммен сөйлесіп жатырсың? Құрбыммен ғой. Мам, келіңіз отырыңыз. Отырық. Ой, жаным жақсы болды. Кеше Назым осындай күшті двойка келіп берді ғой маған. Жаңа жылдық дейді ғой енді. Қандай керемет, айтшы, әйгерім. Мам, керемет екен. Басыңыз қата тағып алыпсыз ғой. Әрине. Күшті. Мынау сәт. Бізге не піспеген етті беріп өтсін бе сен? Ой, қасқа много. Ойында көршілерін. Аққытшай мынау. Қазір, мам. Бәрін мен жұмсайды жүреді екен. Тоқта. Не кіріп кетті үйге? Мам, менің бөлмеме кіріп кеткен жоқ па? Ой, Назым, шырылдамаш. Сен бөлмеңде ешқандай нәрсе жүрген жоқ. Қайда кетіп қалды анау? Ісі шеш бол. Қазір, мам, тамақты ішкізіп едіңіз ғой дұрыс. Ішесіңдер сосын. Ұшып кетті, мам. Болды, отырыңыз. Назым, мен орным отырып алған, не? Тиіспеш, өзі білсін. Қай орынға отырады, өзі біледі. Жақсы. Мам, не ғой, менің бір Сарина деген подругам бар, сол бүгін келсе бола ма? Деп жатсыңдар. Мам, енді мен ол құрбымен бала кезден бері досым. Ол өте керемет дос қой, прям. Енді сол бүгін жаңа сөйлескем ғой. Көріспегелі де көп болды. Сенімен таныстырайын деп едім. Соны осы ауылға шақырсам қалай болады? Ол уже жетіп қалыпты, мам, кіргізейік, Ой, жаным, әрине, өзің білесің ғой, жаным. Кімді әкелесің, әкеле бер. Барлығы саған болады. Күшті, мен осылай шақырсам, менің басыма әңгір таяқ ойнатайын деп тұр ғой. Не дейсің, бар, қарсал шеш бар ана менің келінімнің несін. Ой, келін емес, қызымның досы. Еще қыз ба? Кім ол келіп жатырған? Ана көліктегі кім? Ой, сәлем, қалайсың жаным, Заринка моя. Ой, Назым, әдем болып кетіпсің ғой. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кімнің машинасы? Апа, сәлеметсіз бе? Ой, амансың ба, жаным? Кіре ғой, сен Назымның досысың ба? Біз бала кезден бері доспыз ғой, Назым, мен бүгін қонаққа шақырып қалып еді. Кіре ғой, айналайын, кіре ғой. Рахмет. Жүр, кеттік, мен саған қазір үйдің барлығын көрсетемін. Тағы Назымның сыңары қосылды десеңші. Бұл да енді жеген тамағын барлығын міндетсініп отырмасы болған. Апа, мен Назымның жан подругасымын, атым Зарина болады.
Ой, Зарина жаным, сенімен танысқанға қуаныштымын. Керемет. Мен Назымның енесі боламын, иә? Былайша ғой, мамасы ғой, өзін қатты жақсы көремін Назымның, жаным. Ей, отом. Көтек, нөгім. Ей, кіріңдер болды. Кеттік. Мен сіздерге керемет сыйлықтар алып келдім. Соның үшін сізге конфет әкелдім, апа. Ой, жаным, рахмет. Апа, қазір күтіңіз. Ой, жаным, рахмет. Қандай керемет. Міне, апа, еще өзімен бірге керемет сыйлықтарды әкелдім ғой. Қараңыз. Біздің керемет үйімізді жалтыратып жібердің ғой сен, қызы? Керемет екен. Я, апа, енді жаңа жыл келе жатыр деген себебінде сыйлықтар әкелдім. Апа, жүріңіз, кірейік, тоңып қаларсыз. Я, жүре ғой, жаным. Қандай керемет, өзімнің құрбым келіп жатыр. Менен бақытты адам жоқ шығар бұл өмірде. Апа, еще мен сізге осындай керемет киім әкелдім. Не киіңіз, апа, мынау сізге? Маған ба? Ой, жан, несіне өре болып жүрсің? Мен киімге осы жылы қарық болған шығарым, жаным, Назым келгенде. Түрлі түрімнен қарап, үстімдегі мына күшті киімді Назымтай әкеліп маған. Жандарым сол. Рахмет. Я, апа, киіп көріңіз, сізге шақ болуы мүмкін. Қазір киіп қараймын. Рахмет. Мен Назымның досын айтам. Сық екен. Апама кәдімгідей жағымпазданып қояды ғой. Өзіне қаратуға деп тұрған секілді ғой. Зарина, мен өзім таныстырайын. Мен Назымның апасыны боламын. Есімім Айгерім. Солай ма? Танысқан өте қатты қуаныштымын. Сіз сонда үлкені болдыңыз ғой, үлкен келіні? Я, үлкенімін. Енді Назым біздің үйдің ең кенжесі, еркесі ғой. Керемет. Я, солай. Мам, не болды? Кім хабарласып қалған? Балдарым ғой, сұрап жатыр. Соны өзім туралы айтатын болсам, менің атым Зарина, Зари десеңіз болады. Жасым 30-ға келіп қалды, бірақ әлі отау құрған жоқпын. Енді білмеймін, алдағы уақытта өзімнің жартымды табатын шығарым деген үміттемін. Сол өзім магазинде жұмыс жасаймын. Керемет. Я, саған да керемет, өзіңді асыра алатын жігіт берсін. Рахмет. Магазин деген жалпы жақсы ғой. Адамдармен тез тіл табысасын дегендей. Я, солай шығар. Өзіңіз қайда жұмыс жасайсыз? Ой, мен бе? Мен ешқайда, сол үйде тамақ, үй жұмыс істеп отырмын. Ой, қойшы, бір күнде тірлік жасайтындай. Мам, өтірік бе? Сөз қайтармашы. Мен саған демалуға рұқсат бермеймін, мені бір күнде таңнан кешке дейін жұмыс істейтін адам ұқсап айтасың ғой. Өтірік бе осының барлығы? Үндемеші. Я, өздерің туралы айта беріңдерші. Ой, бұл қазір маған біреу хабарласып жатыр. Я, асықпай сөйлесіп ал. Әр кезде мен жаман болып қалуым керек қой. Ой, апай, мен кетейін, жақсы сау болыңыздар, сіздермен танысқан өте қатты қуаныштымын. Ей, қызым, не болды, отырмадың ба кішкене? Жоқ, менде шұғыл шаруа шығып қалды. Кетуім керек, жұмысқа шақырып жатыр екен. Ой, бұл жақсы онда. Келіп тұр, үйді білесің ғой, иә? Я, рахмет, өте қатты құрметтеріңізге, тамақтарыңыздың барлығы дәмді шығыпты. Сау болыңыздар. Жақсы, я, келіп тұр. Мамама да күшті сыйлықтар әкелдім. Рахмет. Я, жақсы. Рахмет сыйлығыңа. Жақсы болыңыздар, мен кетейін. Жақсы. Ой, төр кетті ғой. Ей, шығарып тасыңдаршы. Әйгерім, шығарып таса. Я. Жүріңіз. Машинаңыз келіп алып кете ме? Я, ашып жіберіңізші. Я, әрине, машинамен келем ғой. Өзімнің көлемім қайда тұреді. Күшті. Кеште батып келіпті ғой. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Қандай керемет. Өзінің машинасы бар. Үйі бар. Бірақ жақсы біреудің өміріне қызықпа дейді ғой. Зато мен отбасым бар. Мен соған қуаныштымын. Бала болса қараңғы батып кетіпті. Тез үйге кірейін. Не істеп тұрсың? Жүр кеттік. Я, жүріңіз, мам.